Барлықтарыңыз білесіздер, сәуір айынан бастап репродуктивті медицина институты, яғни осы орталық әлеуметтік проект бастады, яғни 15 тегін эко бағдарламасын осы бала сүйе алмай жүрген жандарға көмек ретінде. Ең алғашқы ашық есік күні 5 сәуірде болып өтті. Сол жерде ашылған күні біз 47 жастағы пациентке өмірінде үлкен бір трагедия болған Қарашаш деген келіншекке бірінші сертификатты жолдадық. Қазір ол кісі осы этаптарды, эко этаптарын өтіп жатыр. Гүлмира Абықай журналист, барлықтарыңыз білесіздер. Сол кісі өзі жаңағы 5 программаны өзіне жазған, жағдайын айтқан, сондай жандарға, бір балаға зар болып жүрген отбасыға сыйлады деп айта аламыз. Қазір енді бізде 19 маусым күні программа, осы әлеуметтік проект жабылады. 20 күні 30 ойыны ойнатылады. Соның ішіне қатысқан жаңағы келіншектер қалған эко программасына жолдама ұтып алады. Жалпы бұл проектіні бастаған себебіміз осы баласыз отбасыларға мемлекеттік квотадан бөлек осы орталықтың атынан қандай да бір көмек қолын созсақ деген. Үміттеріңіз үзілмесін, бақтарыңызды сынап көріңіздер.